Сәлеметсіздер ме? YouTube каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін жыртқыш аң қасқыр туралы толық ақпарат білеміз. Қасқырдың басқа да атаулары белгілі, бөрі деп те атайды. Еркек қасқыр шамамен 50 кг болады, ал ұрғашы 45 кг болады. Тұрғылықты жері жердің солтүстік жартысы шеңберінде өмір сүреді. Қасқырдың өзге хайуандардан даралығы, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Оның бойындағы осындай ерекшеліктеріне негізделіп айтылатын аңыздар да жетерлік. Солардың бірі түркілердің түп негізін көк бөрімен байланыстыруы. Қасқырлардың ішіндегі көк аспан түстес келетіндері мен ақ қасқырлар аса киелі хайуан болып есептеледі. Олардың адамдарға көрінуі де сирек. Мұндай көк бөрілермен кезіккен адам да тегін адам емес, киелі қасиеттерге ие кісі болып табылады. Қасқыр аса қайсар, аса сақ хайуан болып келеді. Қайсарлығы оның кез келген айқаста жеңіске жеткенше, не жеңіліп демі үзілгенше шайқасуынан көрінеді. Ал аса сақ, аса қулығы әртүрлі әрекеттеріне байланысты айтылған. Бірде-бір сұр қасқыр ауыл үйдің арасына кіріп кетеді. Қиқулап қуа жөнелген топ алдында ғана келе жатқан қасқырдан демде көз жазатта қалады. Ар іздейді, бер іздейді жоқ. Кейін артынан анықтап білсе, арлан қасқыр ауыл арасында тұрған электр желісінің бағанасын құшақтап тұра қалған екен. Сұр бағана мен сұр қасқыр ешкімнің назарына да ілікпепті. Қасқырдың ақылдылығына таңданысқан топ бастарын шайқаса тарқапты. Қазір қасқыр аса азулы жыртқыш ретінде суреттеледі. Әлі де солай. Бұғауға көнбейтін тұз тағысынан жыртқыштығын дәріптеудің ең көрнекті үлгісі Көксерек фильмі. Мұнда қасқырдың адам үстемдігіне еш көнбейтіндігінің ең нанымды дәлелі көксеректің баланы жарып кетуінен айқын көрініс табады. Бұл қасқырдың мейіріммен де ұстауға да көнбейтіндігінің дәлелі. Қасқыр дала тағысы. Киелі саналатын көк бөрі тұқымына қатысты тағы бір дерек, ол оның отбасына беріктігі. Қасқыр бір ғана отбасына ие және ол бөлтірік тәрбиесін толықтай өз мойнына алған хайуан. Ауыздандыру, бөлтірігін көкжалға айналдыру, бәрі осы ата қасқырдың құзырындағы міндет. Өзге хайуандарда жоқ осы қасиеттер киелі жаратылыс иесін әркез даралап тұрады. Қасқырлар топ-топ болып, үйіріліп құрып тіршілік ететін жыртқыштар. Үйірде ересек аталық пен аналық, яғни басты жұптан және олардың ұрпақтары мен бірнеше туыс емес қасқырлардан тұрады. Қасқырдың бөлтіріктері ата-анасымен 10 айдан 54 айға дейін бірге тұрады. Үйірдің көсемі басқарады. Басты жұп ұрпақ көбейту үшін қосылады. Үйірде басты еркек қасқыр мен ұрғашы қасқырларға ғана ұрпақ әкелуге рұқсат етіледі. Үйірдің мүшелері жас бөлтіріктерге бірге қарап, бірге аңға шығады. Қасқырлар да үй иттері секілді үреді, арсылдайды, қыңқылдайды, қыңсылайды, ырылдайды және ыңырсиды. Әсіресе олар қатты ұлиды. Қасқырлар бір-бірімен байланысу үшін дауыс шығарудан бөлек әртүрлі де дене қимылдарын да жасайды. Олар өздерінің ашулы екендігін көрсету үшін тістерін ақситып, басшы екендерін көрсету үшін құйрықтарын бұлғаңдатады. Қазақстанда қасқырлар шөлейт жерлерді, далалы және таулы аймақтарды мекендейді. Елімізде қасқырлардың 4 түрі кездеседі. Солтүстік қасқыры қасқырлардың ішіндегі ең ірісі. Олардың салмағы 80 кг-ға дейін болады. Дала қасқыры далалы жерлерде, ал салмағы 40 кг-ға дейін болады. Шөлейт қасқыры еліміздің оңтүстігі мен батысында кездеседі. Тау немесе Тибет қасқыры таулы жерлерді мекендейді. Қасқырлар
етпен қатар жеміс-жидектер де жейді. Сонымен қатар олар кішкене жәндіктер мен шұбалшаңдар мен қоректенеді. Олардың қорегі көбіне өздерінің өмір сүретін географиялық аймақтар мен маусымдарға тәуелді болады. Азық мол болған кезде олар өте көп қоректенеді. Алайда олар азықсыз бір аптадан да аса жүре алады. Сұрық қасқырлар, бұғы, американдық бұлан, солтүстік маралы секілді тұяқты жануарларға шабуыл жасайды. Ал мұндай үлкен жануарлар аз жерлерде олар қояндарды, тиін, тышқан, тіпті құстарды да аулайды. Жаз кезінде олардың қорегінің көп бөлігін құндыздар құрайды. Көптеген аймақтарда қасқырлар тіпті балықтарды да қорек етеді. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қолдап отырыңыздар.